Сәлем досым, сенімен Сәлем кино. Арнаға жазылып лайк немесе дизлайк басуды ұмытпа. Бұл мен үшін өте маңызды. Кино басталмас бұрын саған айтарым бар. Менің каналымның ешқандай тәрбиелік мән мағынасы жоқ. Бірақ та ұятсыз киноларға шоу жасалмауын барынша қадағалаймын. Әзіл немесе анайы сөздер сенің немесе жақыныңның өміріне нұқсан келтіретін болса, бұл видеоны өшіруіңді өтінемін. Ал менімен қалған бригадамен бірге кино шоуымызды бастайық. Кино басында жаңалық көрсетіліп жатады. Бұл жаңалықта жаңа дәрі пайда болған, және де сынамадан 10 мыңдай адам өтіп, барлығының рак ауруынан жазылғанын айтады. Бірақ та бұл дәрі емес, вирус болып шығады. Арада 3 жыл өтті. Қала тастанды болып қалған. Айналада ешкім жоқ десе де болады. Роберт өзінің иті Сэммен бірге Мустанг көлігімен бұғыларға аңшылық жасайды. Қалада жануарлар емін-еркін қаптап жүр. Қанша қуғанымен Роберт бірде-бір бұғыны аулай алмайды. Сондықтан жаяу шығуға бекінеді. Бір бұғының артынан түсіп, оны өлтіргелі жатқанда бұғыға арыстан шабуыл жасайды. Осылайша Роберт қанжығасынан айырылып қалады. Сәлден соң таймері шырылдап, жақын арада күн бататынын ескеріп, үйіне қайтуды шешеді. Үйіне келгенде тамақ жасап, ескі жаңалықтар қарап асын ішеді. Сәлден кейін Сэмді жуындырып, онымен тоқтаусыз сөйлеседі. Себебі оның басқа сөйлесер адамы жоқ. Жынданып кетпес үшін Сэммен күнделікті әңгімелесіп отырады. Күн батқалы жатқанда ол барлық терезе есіктерін темір қоршаумен бекітеді. Ит екеуі ваннаның ішіне ұйықтайды, ал сыртта жаман дауыстар шығып жатыр. Роберт бұрынғы жайттар жайлы түс көреді. Түсі вирустың енді елең алып келе жатқан уақыты. Ол әйел мен қызын алып, оларды қаладан шығарып жіберуге асығады. Осы кезде вирустың ауа арқылы жұғуы мүмкін екенін естиді. Роберт қалада қалып, жақын арада вакцина ойлап табуға тырысатынын жеткізеді. Осылай сөйлесіп отырғанда, бред, ты не в состоянии это контролировать. Осымен таң атып, Роберт оянып кетеді. Бір қызығы ол ваннада емес, төсегінде. Таңғасын ішіп алып, өзінің жеке лабораториясына түседі. Ол бұл жерде вакцина ойлап табуға әрекет етеді. Сынаманы тышқандарға жүргізіп жатқанымен, олардың барлығы ашулы күйде болады. Бірақ бір қараса, егеу құйрықтардың біреуі агрессия көрсетпей жатыр екен. Бұл сынаманы енді адамға сынап көру керек деп шешеді. Бұдан соң Роберт далаға шығады. Шыққасын таспа сататын магазинге келеді. Ол өзі жынданып кетпес үшін манекендерді қойып, үнемі солармен сөйлесіп жүрді. Магазиннен шыққасын адам жоқтығынан тоқтаусыз өсіп кеткен жүгері алқапқа келеді. Азық-түлігін қамтамасыз етіп, машинасына бензин құйып алады. Сосын өзінің күнделікті келетін жеріне бет алады. Ол күнделікті хабарлама қалдырып, егер тірі адам болса, келісілген жерге келсін. Мен оны аспен, жататын жермен қамтамасыз ететін боламын дейді. Ешкім келмегесін кеткелі жатқанда Сэм бұғыны байқап қалады. Еш кідірместен ол бұғының артынан түседі. Бұғының артынан жүгірген Сэм Роберт қанша қайт десе де қараңғы жерге кіріп кетеді. Роберт қорыққан күйімен фонарик жағып алып ғимаратқа кіреді. Жоғарға көтеріліп бара жатып қанның ізін байқайды. Фонаригін көтере бергенде талпа вируспен ауырған адамдар тұр екен. Роберт кідірместен фонаригін жауып кетіп қалады. Сэмді тапқан кезінде оларға бір ауру тап береді. Оны бір оқпен сұлатып қаша жөнеледі. Терезеден аурумен бірге секіріп әрең дегенде аман қалады. Бұл вирусты жұқтырған адамдар тек түн уақытында ғана далаға шыға алады, ал күндіз шықса, терілері күйіп өліп кетеді. Роберт сынаманы адамға сынау үшін жаңағы жерге қақпан жасайды. Өзінің қанын қалдырып, бір ауруды ұстап алады. Сол кезде ғимараттан бір ауру күйіп тұрса да, жынданған күйімен Робертке қарап тұрады. Роберт таң қалады. Себебі аурулар күннен қатты қорқатын еді. Лабораторияға келіп, сынаманы ауруға енгізеді. Басында бәрі жақсы болып келе жатқанымен, ауру бірден қатты жынданып артынан талып қалады. Сынама сәтсіз болып шығады. Жоғарыға шығып күнделікті видеосын жасайды. Ол онда өзінің ауадан және контакттан болатын вирусқа иммунитеті бар екендігін, ал Сэмде тек қана ауадан болатын вирусқа иммунитет бар екендігін айтады. Егер Сэмді кішкене болсын тістеп алса, ол да бұл вируспен ауыратыны сөзсіз. Роберт қайта ұйықтаған кезінде түсінің жалғасын көреді. Бұл кезде ол әйелі мен қызын бұл жерден эвакуациялауға әкеледі. Оларды вертолетке отырғызып қоштасады. Қызы болса Сэмді әкесіне қалдырып кетеді. Вертолет енді ұша бергенде Роберт оянып кетеді. Далаға шығып күнделікті ісімен айналысқалы жатқанда,
көше бойынан бір манекенді байқап қалады. Ол өзін жынданып бара жатыр ма деп ойлайды. Оны қолында қарумен атып, қасына жақындай бергенде өзі жасағандай қақпан іске қосылады. Ол басымен жерге ұрылғандықтан талып қалады. Есін жиғанда дала қараңғылай берген екен. Ол пышағымен арқанды кесіп құлай бергенде пышақ аяғына кіріп кетеді. Машинаға дейін сырғып баруға тура келеді. Ал бұл уақытта аурулар аңшылыққа шығады. Тері шабуыл жасағанда біреуін Роберт атып құлатып, екіншісімен алысып кетеді. Роберт Семнің арқасында тірі қалады. Бірақ Сем жараланып қалады. Ол итін үйіне алып кетіп, оған вакцинасын салып көреді. Бір қайырын күтіп, оны құшақтаған күйімен үмітін үзбей күтіп отырады. Бірақ одан ештеңе шықпайды. Сем ауруға айналып Робертті тістемекші болады. Амал жоқ, Роберт жалғыз қалған досын қылқындырып өлтіріп тастайды. Таңертең оны жерлеп, кешкісін аурулардан кегін алмақшы болады. Машинасына отырып, ультракүлгінді лампасын жағып, олардың барлығын қағып өлтіреді. Бірақ аурулардың саны көп болғандықтан, олар машинаны аударып, Робертті енді өлтіргелі жатқанда ультракүлгін сәулесі түсіп, олар қашып кетеді. Робертті әйел кісі құтқарып қалады. Оның үйін сұрағанда Роберт мекен-жайды айтып, бірақ онда таңға дейін бармауын өтінеді. Әйтпесе, аурулар оларды тауып келетін еді. Роберт есін жинағанда ол өзінің үйінде екен. Оның жарасын біреу тігіп қойған. Ол үйінде біреулер жүрген естіп қолына қару алады. Ас үйге келсе, әйел кісі және оның баласы екен. Ол оларды көріп, не дерінде білмей қалады. Әйелдің аты Анна еді. Ол радио арқылы оның дауысын естіп, оны құтқаруға келгенін айтады. Олар тірі қалған адамдардың лагеріне бет алғанын айтады, және де вирус таулы әрі суық жерлерде тарай қоймағанын жеткізеді. Ал Роберт ашуланып ешқандай лагер жоқ деп тамағын шашып жібереді. Бірақ Роберт ісіне өкініп, кешірім сұрап жоғарыға кетіп қалады. Кейін басылған соң төменге түсіп Аннамен сөйлеседі. Анна баласы екеуінде иммунитет бар екендігін және сол арқылы тірі қалғандарын айтады. Анна Робертке өздерімен бірге жүруін өтінеді, бірақ та Роберт бас тартады. Себебі оның басты мақсаты осы жерде қалып вакцинаны ойлап табу. Себебі вирустың шыққан жері осы жерде еді. Олар төменге түсіп аурудың жағдайын көреді. Роберт ауруға вакцина салып, жағдайын қарап отырады. Олар жоғарға көтерілгесін, Анна қайтадан өзімен жүруін өтінеді. Себебі, мені осы жерге алып келген Құдай, сені тауып келуім, өлгел тұрғанда уақытылы жеткенім жайдан жай дейсің бе дейді. Сол секілді лагердің барына да сенемін деп айтады. Ал Роберт тіпті күлі қарсы, ол ешқандай лагер жоқ деп ойлайды. Осылай араздасып тұрған кездерінде аурулардың даусы шыға бастайды. Олар машинаның артынан үйді аңдып тауып келген екен. Роберт аурулардың бір шамасын жарып жібереді, бірақ олардың саны көп болғандықтан олардың барлығын тіпті күлі жоя алмайды. Сондықтан олар лабораторияға түсіп, сонда тығылуға шешім қабылдайды. Онда жатқан ауруға қараса, оның жағдайы жақсарып келеді екен. Бір жағынан қуанып, бір жағынан қорқып тұрғанда аурулар қаптап келеді. Брондалған әйнектің артына тығылып, Роберт оларды емдей алатындығын, сабырға келулерін өтінеді. Бірақ ол аурулар ештеңені де түсінбейтін еді. Осылайша бір ғана амал қалады. Ол вакцинаны Аннаның қолына тапсырып, оларды жасырын жертөлеуге жіберіп, өзі болса қолына граната алып, аурулармен бірге өзін құрбан етеді. Анна таң атысымен жолға шығып, түбінде лагерді тауып келеді. Онда кіріп, вакцинаны тапсырады. Осылайша Роберт өз өмірін құрбан етіп, сан мыңдаған адамның өмірін сақтап қалады. Осымен киноның соңы. Арнаға жазылуды ұмытпаңыздар, достар.